Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 80. Mhm. I have done exercise number 1, 4, and 8. Сәлем, құрметті оқушылар. 80-ші бетте бірінші тапсырмада бізде видео YouTube арнасында бар, сол видеодан көруге болады. Және мен осы бірінші тапсырманы өсу реті бойынша орындап қойдым. Міне, тинейджер, жасөспірім балалардың жасаған қателіктері жайлы не туралы жасады бұл қателік. Төртінші тапсырмада диалог, анасы мен баласы анасының сағатын жоғалтып алатыны туралы диалог, осын орнына қою керек болатын, орнына қойып шықтым. Келесі 8-ші тапсырмада осы диалогқа ұқсастырып өзін диалог құрастыру керексің. Онда мысалы 2 мысал берілген, соның біреуі тақырып бойынша таңдалынып алынды. MP3 плеер, досының плеерін жоғалтып алдың сен мысалы. Оны сөмкенен түсіріп алдың деп басталады. Одан ары қарай өзін жалғастырып диалог құру керексің. Мен құрып қойдым міне. Мен досымның MP3 плеерін жоғалтып алдым. Ол менің сөмкемнен түсіп қалды. Ол өте өкінішті. Ол жайлы біле ме? Мен оған айттым. Ол өте ашуланды. Сосын сен не істедің? Мен қазір жинап жатырмын, ақша жинап жатырмын, сатып алуға. Жақсы идея екен. Ол қуанып қалатын болды. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.